Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Вассалату вассаламу аля расулиллахи амма ба'д. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Құрметті бауырлар, Алла Тағала күндерімізді сәтті етсін. Келе жатқан Рамазан айы баршамызға берекелі болсын иншалла. Сол бір 3-4 күн сіздерге уәдем бар еді, Рамазан жайлы сөз қыламыз деп. Бүгін сәл ғана Рамазан айы туралы, соның оразасы туралы кішкентай тоқталып өтіп кетеміз. Сауалдарыңызға қарай сосын сөздерімізді жалғастыра береміз иншалла. Құрметті бауырлар, Рамазан айы Алла Тағаланың парыз болған міндеттеріндегі Рамазан оразасының себебінен парыз болды. Рамазан айы. Ол айдың құрметі әлбетте бірінші оразаның ұлылығы үшін. Ол Құран үшін, басқа үшіннен бұрын ең бірінші ораза үшін құрметті. Ендеше ораза бұл біздің дінімізде 2-ші хижри жылы. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Меккеден Мадинаға хижрат қылғаннан кейін келесі жылы ораза айында ораза тұту, Рамазан айында ораза тұту парыз болды. Ол парыздығы Бақара сүресінің 183 аятымен келеді. Алла Тағала: «Уа иман келтіргендер, сіздерге әуелгілерге парыз болғандай сіздерге де ораза парыз болды» деп белгілі бір күндерде деген мағынадағы аяттар келеді. Міне осы аяттардың себебінен сізбенен бізге әрбір ақылы бүтін, балиғатқа жеткен, денсаулығы дұрыс, соған шыдай алатын адамға ораза парыз болды. Парыздың ұлылығы жайында 1-2 ауыз сөз. Құрметті жақсылар, нәпіл ораза жақсы шығар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға нәпіл оразаның ұлылығы туралы, оның киелілігі туралы айтылған сөздер көп келген. Мысалы, бір кісі: «Я Расулалла, мен тоқтамай ораза тұта аламын. Маған соған рұқсат бер» дегенде пайғамбарымыз рұқсат бермейді. Әр дүйсенбі, бейсенбі күні ораза тұтыңыз деп айтады. Оған да күшім жетеді дегенде, әр айдың жарық болған кезінде, яғни ай толған кезінде, 13-ші, 14-ші, 15-ші түндері ораза тұтқаныңыз абзал деп айтады. Ол кісі айтады: менің оған да күшім жетеді дегеннен кейін бір күн тұтып, бір күн тұтпа. Бұл Дәуіт пайғамбардың оразасы, ең абзал ораза осы дейді. Бұл нәпіл оразаларды осылай пайғамбарымыз түсіндірген сөздер бар. Әйтсе де, қандай оразаның нәпілдің түрлері көп болғанменен парыздан абзал емес. Естеріңізде болса, өткен кездесулерімізде айтқанбыз. Мысалы, біреулер тахаджуд намазын мақтап жатады. Түнгі намаз деген дұғаның қабыл болатын уақыты, Аллаға тоқтаусыз қабыл болатын уақыттар. Сол үшін мен күндіз басқа намаздарды оқымай түнгі намазды оқысам бола ма деген сияқты болады. Қажет намаз деген бар, истихара деген намаз бар. Намаздардың түрлері көп, бірінен бірі абзал, бірінен бірі әдемі болады. Әйтсе де бұның бәрі нәпіл, қосымша намаздар. Нәпіл дегеніміз қосымша дегені. Бірақ біздің мойнымыздағы парызымыз одан артық ұлы нәрсе жоқ. Алла Тағала үшін одан артық сүйікті нәрсе жоқ. Мен айтқым келгені, құрметті жақсылар, ораза Құран-ы Кәрімдегі Бақара сүресінің аятындағы келгендей сіз бен бізге парыз екен. Кімге парыз? Біріншіден, ақыл есі бүтінге. Екіншіден, балиғатқа жеткен адамға. Әлбетте, ең бірінші мұсылман адамға қойылды. Одан кейінгі нәрселерде денсаулығы көтере алатын, сапарламаған адамдарға міндет болып келеді. Ал енді бас бостандығы жоқ, немесе сапарлап, немесе денсаулығы көтере алмай жатқан адамдарға ол міндеттігінен түсетіндігі жайында да Құранда айтылады. Осы бір нүктеден ары қарай қозғалсақ, негізі ораза осы бір ай ішінде орындалады. Ай 29 күн болуы мүмкін, 30 күн болуы мүмкін. Ол айдың шыққаны менен келесі айдың шығуының арасындағы уақытты белгілейді.
Оны әлбетте бұрын ғалымдарымыз күнбатысқа шығып қарап отырып, айды көріп, ай көрдім деп айтуы, және айдың келесі ай келгенде сол айды көрдім, ертең ауыз ашамыз, айт болады деп оразаның бітуін белгілейтін. Қазір технологиялар өте жоғары дәрежеде бар. Біздің Қазақстанда ғарышқа ұшатындай жағдайымыз бар болғаннан кейін, біз әлдеқайда көп мемлекеттерден осы айдың кестесін өте дұрысырақ мамандарымыз өте көп. Сол үшін сол жұлдыз кестесіне қарай айдың қай уақытта, қай секундта біздің елімізге шығып, нақты көзге көрінетіндей дәрежеге жеткендігін есептеп, соны біздің мүфтиятымыздағы ғалымдарымыз отырып, сол кісілермен сөйлесіп, уақытын белгілейді. Қай кезде, қай секундта көзге көрінетіндей дәрежеде жетеді, міне сол күнді ораза күні деп белгілейді. Және қай секундта, қай уақытта келесі айымыз көрінеді, сол айттың басы деп біліп, оразаның тәмамы деп нүкте қойылатын. Міне осының бәрін белгілейтін арнайы мамандарымыз бар. Сондықтан біздегі мүфтияттан, Қазақстанның діни басқармасы тарапынан беріліп жатқан кестелер барынша мамандарға сүйенілген, барынша ғылыми дәйегі бар сөздер. Сол үшін алып қашпа сөздерге ерулеріңізді дұрыс емес деп білемін. Кейбір бауырларымыз шеттегі мына елдің оразасымен ораза тұтамын, мен үшін сол жақсы, анау елдің оразасында бір жақсылық бар, о жерде ғалымдар көп деген сөздерді айтатын шығар. Бірақ оразаның парыз болуы айдың уақытын белгілеумен болады. Біздің Қазақстандағы мамандарымыз көп мемлекеттерден әлде қайда ол жағынан ілгерірек. Сонан соң ай басталғаны белгілі болды, ораза тұтуымыз міндет. 30 күн оразаға ниетіміз міндет болып келеді екен, шарт болады екен. Осы 30 күн оразаға, Рамазанның кештен бастауымыз керек. Кешке жақын ниет қыламыз, құрметті бауырлар. Қалай ниет қыламыз десе, ниет қылдым таңнан кешке шейін ораза тұтуға десеңіз жетеді. Қай ораза екенін айтпасаңыз да, Рамазан келгеннен кейін Рамазан оразасы екендігі анық. Айтам десеңіз нұр үстіне нұр. Таңнан кешке шейін, таң атқаннан кеш батқанға шейін де уақытыңызды белгілейсіз, ниет қыласыз. Қай тілде айтасыз? Қалаған тіліңізде сізге жеңіл болған тілде айтасыз. Дауыстап айтасыз ба, іштен айтасыз ба? Ниет іштен айтылады. Оразаның ниеті іштен айтылады. Әйтсе де тіліңізді қимылдатып бекітсеңіз, яғни тілмен айтқаныңыз, ғалымдарымыз, соңғы Ханафи мазхабының соңғы кездегі ғалымдары бұны мақұл көрген, өйткені жүрегіңізге орнықтырақ және сенімдірақ не айтып жатқаныңызды белгілеу болып саналады. Сондықтан ниетті де тілмен айтуға бола береді. Енді ниет қылынған екенсіз, иншалла ораза тұтасыз. Қалай тұтамыз, не істейміз? Ас судан және қосылудан, жыныстық қатынастан тыйыламыз. Таң атқаннан дегені таң бозаратын уақыттан, таң намазының уақыты кіргеннен бастаймыз. Күн шыққаннан емес, таң намазының уақыты кіретін уақыттан. Және ақшам намазының алғашқы уақытына шейін осы аралықта ораза бекітеміз. Ораза дегеніміз сақтану, өз-өзін тыю деген мағынаны береді. Осы нәрселерден тыю бітті деп ойламаңыздар. Ол көз құлақты да, тілді де, қол аяқты да барынша жақсылыққа қарай бұрып, жамандықтан тыйылуды айтамыз. Ендеше оразаны тек ас судан, тек қана бір жыныстық қатынастан ғана тыйып қойдым деп өз-өзіңді қуанышты халде сезінбеңіз. Ораза бұл адамның өзінің нәпсінің тәрбиесі. Ораза бұл сіздің жүрегіңіздің, рухыңыздың тәрбиесі. Ендеше рух немен өседі? Рух әлбетте имандылықпен, көркем жақсы амалдармен өседі. Сондықтан діни кітаптар оқысаңыз, діни уақиғалар, сөздер, бір жақсы сенімді сайттардан ғалымдардың сөздерін, уағызшылардың, имамдарымыздың сабақтарына қатыссаңыз, нұр үстіне нұр болады. Күніңізді бекер өткізбей Құранмен өткізіңіз. Күніңізді бекер өткізбей көп зікір айтыңыз, көп дұға қылыңыз. Оразашы адамның дұғасы өте қабыл болғыш. Әсіресе ауыз ашар уақытында қолыңыз жайып бүкіл барыңыз сұрап алыңыз. Бұл моментті, бұл сәтті өткізіп алмаңыз. Ауыз ашатын уақытта қолыңызды жайыңызда бір кісіге дұға қылдырып қоймаңыз. Ол дұға болғаннан кейін де бетіңіз сипай салмай, қолыңызды ашқан күйінде
ішетін тұзыңыздан бастап кіретін жәннатыңызға шейінгі нәрсенің бәрін сұрап алыңыздар. Бәрін сұрап алыңыз. Бұл сәт өте керемет сәт, қайтып келмейтін сәт, құрметті жақсылар. Сонан соң ораза не нәрселер болады, не нәрселер болмайды деген сұрақтар көп келеді. Ол туралы әлі де тоқталамыз. Біріншіден, түкірік жұтуға болады, дем алып дем шығаруға болады, ұйықтауға болады, жүріп тұруға болады, жұмыс істеуге болады, сабақ оқуға болады, кітап оқуға болады. Көп амалдар болады. Душқа түсуге болады, суға шомылуға болады. Бірақ абайлау керек. Құлақтан, мұрыннан, ауыздан су кетпесін қадағалау керек. Одан бөлек парлы жаңағыдегі көп булы баняға түскен жақсы көрмейді. Біріншіден ол әлді құртады, қатты әлсіреп қаласыз. Екіншіден, сол енді ол бу ғой, енді әйтсе де бу жиналып су болмай ма? Содан кейін адам қатты шөлдемей ме? Сол үшін суға, құлақ мұрнынан су кіріп кету ықтималына, әлсіздіктің ықтималына барғандықтан буы бар баняларға түскен жақсы деп саналмайды. Сонан соңғы нәрселер, ораза уақытында бір нәрсені, арнайы тағамы бар нәрселердің дәмі бар нәрсені дәмін көру макрух болып саналады. Сағыз шайнау макрух. Мисуақтан басқа нәрсені ауызға тығып тіс тазалау да жақсы санамаған ғалымдарымыз. Сол үшін кейбіреулер мисуақтың дәмі бар тіс пасталарын пайдаланып жатады, әйтсе де оған талас бар. Сонан соң дәрі-дәрмекке келетін болсақ, ғалымдарымызда тағы да талас бар. Заманауи ғалымдарда укол салдырғанға болады, егер ол тамақ болмайтын укол болса деген сөздер бар. Өйткені адамның ішіне тікелей кірмейді, ол бірден бұлшықетке барады, және ол уколдардың ішінде мысалы қарапайым сіздің бір ауруыңызды басатын, немесе сіз өзіңіз күнделікті салдырып жүрген уколдарыңыз болса болады. Тамақ болатындай дәреже болмаса болды. Мысалы глюкоза деген укол жақсы емес. Ол салуға ораза адамның аузы ашылып кететін ықтималы көп. Одан бөлек арнайы түтін иіскеуге келетін болсақ, сіз егер енді сондай бір түтінді жұмыста тұрсаңыз, ол еріксіз мұрныңызға кіретін болса, немесе көлікте жұмыс істеп, көліктің түтіні, тамақтың буы мұрныңызға кірсе, еш нәрсе қылмайды. Бірақ арнайы иіскеу, соныменен айналысу жақсы емес. Сол үшін ораза кезінде шылым сияқты дүниелермен айналысу оразаны бұзады. Одан бөлек ораза кезінде көп ұйықтау жақсы емес. Одан бөлек ораза кезінде барынша кәдімгі күнделікті тіршілігіңізге ұқсас тіршілік жасай бергеніңіз дұрысырақ болады. Сонан соң тағы бір кеңесім, енді адал нәрседен тыйылғаннан кейін арам нәрседен барынша тыйыласыз ғой. Сондықтан тіліңізді ғайбат сөзден, өтірік сөзден, өсек сөзден, көз құлағыңызды да сондай жаман нәрселерден тыйғаныңыз абзалырақ болады. Не нәрсе болады ораза кезінде? Ораза кезінде көп зікір еткен жақсырақ болады. Ораза кезінде Құдайды көп еске түсірген, өте керемет пайдалы, мына дүниеңізге де, арғы дүниеңізге пайдалы кітап оқығаныңыз нұр үстіне нұр. Өйткені түс уақытында тамақтанбайсыз, уақытыңыздың өте көптігін байқай бастайсыз. Сонан соң, құрметті жақсылар, ораза кезінде кімдерге ораза тұтпауына рұқсат берілетіні? Сапарда жолға шыққан адамға, ол 90 километрден жоғары жол жүретін адамға ораза тұтпауына рұқсат беріледі. Рұқсат. Тұтам, күшім жетеді, өзімнің көлігіммен бара жатырмын, жағдайым бар десе, денсаулығым көтереді десе, тұтса болады. Жолда кетіп бара жатып, денсаулығы көтермей жатқанын сезсе, қайтадан ашып жіберсе, күнге күн қаза тұтып береді. Тағы да етеккірі келген әйелдер, босанып жатқан әйелдерге ораза тұта алмайды ол кісілерге. Сол қаннан тазарғанға дейін. Енді емізулі әйел, жүкті әйелге келетін болсақ, балаға, әйелге зияны тимеу міндетіменен тұтуға рұқсат беріледі. Балаға, әйелге зияны тимеу керек. Егер әйел кісінің жүктілігі ауыр болатын болса, алғашқы 3 айлығында тұрып, ол кісінің жүктілігі қиындау болып, көп құсыңқырап, сондай болып жатқан болса, баланың дұрыс әлі орнықпай жатқандығы, немесе баланың қатты төмен болып қалғандығы, соған зияны болатын болса, ол кісі ораза тұта алмайды.
оразасын күнге күн қаза тұтып береді. Ал егер денсаулығы көтерсе, жақсы өз-өзіне қарап жүрген, денсаулығы дұрыс кісілер болатын болса, ораза тұта алады. Емізулі әйелде, жүкті әйелде денсаулығы көтерсе тұтады. Құранды арабша білмеймін, қазақшасын оқысам бола ма деген кісілерге жауабым, құрметті жақсылар, ораза сіздерге әдемі кез арабша Құран үйреніп қалуға. Бір түн намаз оқығаннан көрі бір сағат білім ізденген сауабы көбірек екен. Сол үшін қазір онлайн курстар өте көп. Құранға түсіріп беремін, Құранды үйретіп беремін деген ақылы курстар көп. Олардың да төленетін қаражаттары өте қолжетімді бағалар. Тіпті егер жағдайыңыз болмай жатса, сөйлесіп те тегін оқуыңызға жағдайлар бар. Біздің мешіттерімізде көп жерлерде сондай рұқсат беріліп жатқан жер болатын болса, тегін оқытамыз. Арабшадан сабақ алып, Құранға түсіп алыңыз. Осы бір ораза кезі, ол әрбір мешітке баратқаныңыз, сабаққа қайтып жатқаныңыз, немесе онлайн сабаққа отырып сабақ алғаныңыздың барлығы нұр үстіне нұр. Әрі аузыңыз берік, әрі сіз Құранға сабақ алып жатсыз. Енді сауаптың бәрін нағыз орып атқан адамның бірі боласыз. Бұл сәтті өткізіп алмаңыз. Сонан соң оразаны пәни, яғни өте қатты қартайған кісілерге тұтпауына болады. Ол кісілер қандай десе, мүлде оразаға жарамайтын және үміті болмаған кісілер. Ол кісілер тіпті оразаның орнына тұтпаса не істейді десе, қарыз өтеп бере алмайды ол кісілер. Ол кісілер фидия береді. Фидия дегеніміз мүлде ораза тұтуға үмітсіз болған адамның төлейтіні. Бір күнге қазір біздің немізбен бір пітір садақасын беріп өтеді. 30 күнге 30 пітір садақасын жинап береді. Егер оны бере алса, егер оны бере алмаса, шамасы жеткен нәрсесін садақа қылады, қалғанын Алла тағала өзі кешірсін. Тағы бір дүние, құрметті жақсылар, пітір садақасын кім береді? Пітір садақасын бірінші орында бай, әл-ауқатты адам беру міндет. Ол пітір садақасы Рамазан айының 2-ші күнінен бастап беру уәжіп болады. Ал енді пітір садақасын заттайда, қаражаттайда берген бола береді. Негізі қаражаттай халыққа жақсырақ шығар деп ойлаймын, кедейдің пайдасына. Сонан соңғы дүние, қалған адамдар пітір садақасын бере ма десе, иә береді. Шамасы жетсе, өзім бергім келіп жатыр десе, ерікті, бірақ ол міндет емес. Тағы бір дүние, пітір садақасының мағынасы өзінің сол бас аяғынан садақа, яғни жылына бір рет өзін дозақтан, жаманшылықтан азат қылу мағынасындағы дүние. Тағы бір дүние, оны кімге және қай жерлерге береміз? Жағдайы төмен кісілерге беру міндет. Одан кейін кім береді? Кімге береді дегенде өзіңіз үшін бересіз. Өзіңіздің қол астыңыздағы өзі финансовый бостандығы жоқ адамдарға бересіз. Мысалы, балаңыз, қызыңыз әлі өсіп ержетіп өзі ақша таппай жатса, әйеліңіз өзі ақша таппайтын болса, әке анаңыз өзі сондай бір енді пенсия алып өзі бір енді не қыла алмай тұрған кезі болса, сол кісілердің атынан бір шаңырақта тұрсаңыз бересіз. Шаңырағы бөлек отбасыларға бере алмайсыз. Өзіңіздің шаңырағыңыз қолыңыздан бөлініп кеткен ұл қызыңызға да бермейсіз. Егер әйеліңіз мысалы дейік ер кісі бөлек ақша тапса, әйелі бөлек ақша тапса, бір-біріне беру міндет емес. Әрқайсысы өзі бергені жақсырақ болады. Содан бөлек негізі садақа мөлшері ең кішкентай мөлшерменен бізде белгіленген. Егер шамаңыз жетсе, көбірек берем десеңіз, нұр үстіне нұр болады. Тағы да бір дүние, садақаны негізі қуаныш үшін сыйлайды. Сол үшін өзіңіз іздеп, жағдайы төмен отбасыларға бере алсаңыз, бергеніңіз жақсы. Егер ондайға іздеп танымайтын десеңіздер, садақа алатын орындар бар муфтиятта. Әрбір мешіттерде садақа жәшіктері ұйымдастырылған, сол жерлерге берсеңіз де болады. Ол жерлерде ол садақаны әлбетте өзі мұқтаж жандарға үлестіріліп, бөліп беріледі. Тағы бір нәрсе, ораза кезінде тарапы намазы. Тарапы намазын, құрметті жақсылар, оқысаңыз нұр үстіне нұр болады. Ал енді оқуға шамаңыз жетпей жататындай жағдай болса, оны қаза қылу міндет емес. Дегенменен өз үйіңізде қазір көп жерлерде оқи бересіз.
мешіттер жабық болған жағдайлар болса, ал егер мешіттер ашық болып рұқсат етіліп жатса, нұр үстіне нұр болады. Үйде де бір-екі ағайын туыспен өздеріңіз жақын жерлермен де үй шарайттарында қосылып оқысаңыз өз еріктеріңіз. Бірақ сақтық шараларын сақтағандарыңыз абзал болады. Құрметті жақсылар, ораза кезінде не нәрсе оразаны нақты бұзады? Біріншіден су тамақ ішіп жеу. Немесе адамның ішіне сондай бір нәрсені жұту, бүтін бір сондай заттарды жұту, ауыз тола құсу, одан бөлек жыныстық қатынастар және соған ұқсас адамның ләззатпенен денесінен шахуаттың бөлініп шығуы оразаны бұзады. Және осылар нақты бұзғандықтан осы нәрселерге әдейі барған адам қаза емес, қазаның жанында кафараты да болады. Кафарат дегеніміз 60 күн жанына тұтып береді, әдейі бұзған адам. Білместікпенен бұзылып қалған адам болса, ондай кісілер күнге күн тұтады. Сонан соң білмей тамақ жеп қою, білмей су ішіп қою, күнделікті әдетінше бір жерлерге отырып қалған кезінде су іше салу оразаны бұзбайды. Бірақ білген кезде дереу тоқтату міндет. Тамақ істеп жатқан адамдарға тамағының дәмін көруге болады. Бірақ жұтып ары қарай кетіп қалмастан, лажы барынша дәмді көре салысыменен түкіріп тастаған дұрысырақ. Балаға тамақ шайнап беретін кісілерге келетін болсақ, егер бала соған мұқтаж болса, шайнап беріңіз. Мұқтаж болмаса, ол макрух болады. Сонан соң тағы бір нәрсе, әтір себуге болады ораза кезінде. Бірақ тамақтың иісі бар әтірлерді сепкен жақсы емес. Сонан соң әтірді мүлде сеппей, адамның өзінің оразасының иісі шығып тұрғаны да дұрысырақ. Мисуақ пайдаланған таңнан түске дейін дұрысырақ, түстен кейін мисуақ пайдаланғанды ғалымдарымыз жақсы көрмеген екен. Ораза кісінің аузынан шыққан иіс Алла үшін ұнамды болған үшін, одан сіз қиналмаңыз, қашпаңыз. Оразашы адамға балағаттауға, жаман сөз айтуға, қатты ашулануға болмайды. Сіз сондай жағдайға түсіп қалсаңыз, жанжалы бар. Мен ораза тұтушы едім деп, сол жерге ескертіп, бұрылуыңыз пайғамбарымыздың міндеті, сізбен бізге айтқан өсиеті. Соны ұмытпаңыз. Енді сіздердің сауалдарыңызға келейік. Оқып, бірнеше сауалдарыңызға жауап беруге әрекет жасаймыз. Сөздерімізді ертең тағы да жалғастырамыз деген ниетім бар. Қиналып кетіп ашса әдейі болады ма дейді. Қиналып кеткенде денсаулық көтере алмай, шынымен енді қамты түсіп, қол аяғы дірілдеп, құлап атса, енді мейлі енді. Бірақ дегенмен шыдай алатындай бір кішкентай жарты сағат қалды болса, шыдағаны жақсырақ болады. Әрбір адамның шамасы әртүрлі. 12-сі күні қарызымызды өтесем болады ма дейді. Я, болады қарызыңыз. 12 кешке ниет қыламыз да 13-нен бастап ораза тұтамыз, құрметті жақсылар. Сауалдарыңызды біреу өтірік айтып тұрса, қасында адам біліп тұрып шындықты айтпаса, ол адам мұсылман емес бола ма дейді. Күнәһар болады. Тез орамал дейді мына 5 уақыт намаз оқып бастап едім. Көп қате кететін сияқты, ол күнә емес па? Жоқ, күнә емес. Жақсының жақсылығына қарай жүру ешқашан қате болса да, барынша сіз соны түзету ниетімен болса, ол болады. Бірақ сол күйі кетіп қалсаңыз, яғни менікі дұрыс деп соған сеніп кету жақсы емес. Сондықтан айтатыным, өзіңіздің қате екеніңізді мойындаңыз, және соны түзетуге әрдайым әрекет қылуға ұмтылу керек. Қалай оңай жолмен намаз бастауға болады дейді. Құрметті жақсылар, қазіргі кезде психологтар айтады ғой, арман картасын сызыңдар деп. Намаз сізге қай жағынан қымбат? Сол қымбат жағын бір қағаз алыңызда жазыңызшы. Сізге бірінші жазатыңыз, намаз сізге не үшін қымбат? Екіншіден, не үшін керек? Үшіншіден, намаз оқысаңыз сіз қандай боласыз? Осы 3 сұрақты сіз шешіп алыңыз өзіңіз үшін.
оған міндетті түрде қағаз бенен жазбаша түрде жауап бергеніңіз абзал болады. Егер осыған жауап берсеңіз, көп нәрсеңіз сізге айқындалады. Соңғы айтатыным, құрметті жақсылар, басқа амалға әрекет қылғандай, оған да жоспар қойылады, оған да кішкентай қадам жасалынады, және сол намаз сізді өзгерткені үшін, сіз өзгергеніңіз үшін, сізді қоршайтын, қолдайтын ортаны да өзгерткеніңіз абзалырақ болады. Қолдаушы ортаменен бірге болу керек. Психологтарымыз солай айтады. Сондықтан қолдаушы ортаны, яғни сіздің жаныңызда намазхан адамдарды көбейтіңіз. Мен намазға бірақ орамал тағып жүрмеймін, маған күнә болады ма дейді. Енді балиғатқа жеткен әйел кісі орамал тағу міндет. Тақпаса, әлбетте күнә болады. Ораза кезінде ем қабылдап оразам бұзылмайды ма? Ол күш беретін дәрі емес, урологқа барып емделуім керек еді дейді. Урологқа барып емделетін жағдайларыңызды негізі ауыз ашқаннан кейін жасағаныңыз жақсырақ болады. Жаңағыдай укол салдыру нәрселерді бола береді. Енді дәрі ішетін болсаңыз, немесе жаңағыдай басқалай жағдай жасалатын болса урологтың, онда сол негізі кешке ауыз ашқаннан кейін біреуге жазылып қойып, ем қабылдағаныңыз дұрыс шығар. Басқа да түрлері көп. Намаз оқымасам, ораза ұстауға бола ма дейді. Намаз, ораза екі бөлек дүние. Олай істегеніңіз, әдейі істегеніңіз жақсы емес, әлбетте. Намаз тастап қойып, ораза тұта бергеніңіз жақсы емес. Оны өзіңіз де білесіз. Бірақ ораза тұтыңыз, иншалла. Алла қабыл етсін. Әр намаздан соң тәсбих тарту, аятыл курси міндет па? Оқу болғанда тез намаз оқып, тәсбих тартпауға болады ма? Жоқ, тәсбих тарту, аятыл курси оқу міндет емес. Бірақ кім 5 уақыт намаздан кейін аятыл курси оқитын болса, үзбей, ол кісі өлсе жәннати деген сөз бар. Екінші нәрсе, кім 5 уақыт намаздан соң 33 рет әлхамдулилля, 33 рет субханалла, 33 рет Аллаху акбар деп, 100-шінде ла иляха иллаллах вахдаху ла шарика лах деп бітіретін болса, ол кісінің күнәсі теңіздің көбігіндей болса да Алла кешіреді деген. Айтпайын десеңіз, енді өзіңіз білесіз. Бірақ оразаның басында, ортасында, ақырында 10 күннен ораза тұтсаңыз, иншалла оразаңыз қабыл болады. Мектепте жүріп ораза ұстауға болады ма дейді. Енді бәр жерде ораза ұстауға болады. Қалауын тапса қар жанар деген. Қалауын тапса қар жанар деген. Алла жеңілдігін берсін. Оразада біреуді ренжітіп қойсам, ораза бұзылады ма дейді. Егер сіз балиғат сөз айтып, жаман сөздер айтсаңыз, оразаңыздың сауабы азаяды. Кеуілін қалдыру, біреудің ақысын жеу, ол да сол оразашы адамға сауабына әсер етеді. Сондықтан содан абайлауымыз керек. Намаз бен хижаб бөлек парыз ба? Әлбетте, намаз бен хижаб бөлек парыз. Бірақ намаздың ішінде әуретті жерді жабу әйел кісіге тағы да парыз, намаздың шарты болып саналады. Намаз кезінде сол үшін әйел кісі толығыменен жүзін ғана, алақанын, табанын ғана ашып тұра алады, қалған жерін бәрі толыққанды жабылу міндет. Ал енді хижаб тағып, басқа уақытта хижаб тағып жүру, ол бөлек парыз. Тек қана таң намазын оқуға болады ма дейді. Тек қана таң намазында оқуға болады. Жанына қосып қалған 4 намазды сәл оқи салсаңыз да бола береді. Оразада дәрет алып жүру міндет па дейді. Жоқ, міндет емес. Оразада дәрет алып жүру міндет емес. Намаз оқитын едім, денсаулығыма байланысты оқи алмай қалдым дейді. Алла жеңілдігін берсін, денсаулығыңызға Алла тағала шипасын берсін. Инстаграмды енді сізге біреу көрсетіп отпаса, егер қол аяғыңыз қимылдайтын болса, оқи беріңіз намазды. Отырып оқи беріңіз. Басыңыз қимылдайтындай болса, басыңызбен қимылдап, ишара қылып оқи бересіз. Дәретке жарамай атсаңыз, тайымым соға аласыз. Сондықтан көптеген жеңілдіктер бар дінімізде.
Тахаджуд намазы таң намазына дейін оқылады ма? Иә, тахаджудты оразада керемет болады. Ауыз бекітетін уақытыңызға, тамаққа отырып жатқан кезіңізде, жұрттар немесе әлі дастарханға жиналам дегенше екі бас тахаджуд оқып алып, сосын барып таңғы сәресіге отырсаңыз бола береді. Таңғы сәресіні ішу, құрметті жақсылар, береке. Пайғамбарымыздың сүннеті, пайғамбарымыздың сізбен бізге айтқан өсиеті, сәресіні қалдырмаңыздар. Сәресіде береке бар. Сауалдарыңыз өте көп, мен енді шамам жеткенше жүкті әйелдер туралы айтып кеттім. Эфир сақталады, тыңдап аласыздар. Ұстаз, мен намазымды көбінше тастап қоямын. Алла намазымды тастамашы деп айтамын, бірақ тастап қоямын. Сіздің құлағыңыз бұрау керек онда. Көп тастап қойсаңыз. Қамшылаңыз өзіңізді. Қамшылаңыз. Намазсыз мұсылман адам бір енді ұшпайтын құс сияқты ғой. Қанатсыз құс сияқты ғой. Мен құспын дейсіз, бірақ ұшпайсыз. Намаздардың сүннетін орындау міндет па дейді. Намаздардың дегенде намаздың ішіндегі сүннеттерін орындау керек. Ал енді сүннет намаздарға келетін болсақ, ол да жақсы болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям оны тастамай орындаған сүннеттері бар. Сүннет муаккада деп аталады. Ораза кезінде косметологқа бару, шаш қидыруға болады, тырнақ алуға болады, қан алдыруға болады, анализ тапсыруға болады. Қан құйдыру жақсы емес, ол өткен тамақ болады, сол үшін оразаңызды бұзасыз міндет болған кезінде. Косметологқа болғанда енді қасыңызды қырып тастау ораза емес адамға да жақсы емес, оған тыйым салған пайғамбарымыз. Кірпік жұлдырып тастап, орнына кірпік жабыстырып қою да жақсы емес. Косметолог дегенде енді бетті әрлеу, тырнақ қолдарды әрлеуге болады. Бірақ енді тырнақ боятын адамдарға мен айтатын, таңғалатыным, енді ол әйелдің демалыс кездерінде тырнағын бояса болатын шығар, намаз оқи алмайтын кезінде. Қалған кезінде тырнағын бояйтын әйел кісі намаз оқымайтындығын білдіріп қояды. Сондықтан тырнақты жақсы күтіңіз, бірақ бояу дәретке әсері бар. О жерге су тию керек болады. Сіз егер тырнағыңызды боясаңыз, дәретсіз болып саналасыз. Оқытушының жұма намазы, тахаджуд, тез өтіп кетіп жатыр, ұстай алмай қалып жатыр. Тахаджуд намазын оқуға ниет қылдым деп, кәдімгі намаз оқи беруге бола ма? Иә, бола береді. Құрметті бауырлар, ораза, сосын өзіңіз үшін ораза тұта аласыз. Басқа біреу үшін Рамазанда ораза тұта алмайсыз, өйткені өзіңізге парыз болып тұр ғой. Түсінесіз ба? Дүниеден өтіп кеткен адамға не істейміз десе, ол кісі өз мойнынан өтіп кетті, оған ораза парыз емес енді. Ал бұрынғы қазаларын не істейміз десе, оны имамдармен отырып шешіңіздер ортада. Егер ол кісі оразасын тұтып жүріп, бір-екі рет тұтамай қалып, қайтадан мойнына қарыз болған күйлері болатын болса, орындарына фидия төлеп, орындарына сондай басқа садақалар менен орындарын жауып тастауға болады. Қыз балаға Ясина деп есім қой. Енді ол оңай нәрселер, құрметті бауырлар. Ораза ұстаған қыз баласына хиджаб киіп жүру міндетті ма дейді. Ораза ұстамаған қыз баласына да хиджаб кию міндетті. Намаз оқығым келеді, бірақ қай жерде не айтатын білмедім, бірақ бірнеше сүре жаттатын. О, бірнеше сүре жаттасаңыз, сіз молдасыз ғой. Кішігірім молдасыз, сондықтан намазды оқу оңай, намаздық кітапты сатып аласыз. Ода намаздық кітаптың жанында сараптамадан өткен деген белгісі тұрған болу керек. Соны сатып аласыз да, соның ішіндегі керек нәрсенің бәрін үлкен картон ақ ватман қағазды тауып алып, бір қағазды, сол қағазға жазып аласыз. Сөйтесіз да, сол қағазға қарап тұрып, анда-санда көзіңіз салып тұрып, оқып бастайсыз. Бірақ әрдайым емес, анда-санда қарап тұрыңыз. Жаттап алғаннан кейін оған елеңдей беру жақсы емес. Өйткені намазда тұрғанда тек Құдайды ойлап, басқа нәрсені ойламай, басқа нәрсеге алаңдамай намазды оқу керек. Намаз оқитын кезіңізде сіз егер қарныңыз ашып, енді қатты тамақ ішуге жағдайыңыз келіп тамақ болып тұрса, тамақты ішіп алып, сосын оқисыз. Зәр қыстанып тұрып намаз оқу жақсы емес. Зәрдің бәрін бітіріп, дәретіңізді басынан алып келіп,
не қыла бересіз, сосын барып намазыңызды оқи бересіз. Көңіл жай болу керек. Аяқ таза болса, дәретте аяқ жуамыз ба, әсіресе қыста немесе жұмыста дейді. Жұмыс уақытында қазір аяққа арналған чұқа әдемі нәскиге ұқсас мәселер бар. Ол білінбейді, сыпайы, әдемі, соны киіп әдеттенсеңіз, аяқ киімді, қыстық аяқ киімді өзіңіздің аяғыңыздан сәл бір размер жоғарылау алсаңыз, болды, дәретке өте әдемі, қиналмайсыз, жұмыста да, басқада да. Егер жұмысыңызда етік киетіндей жұмыс жасасаңыз, онда аяғыңызды жуып, етікті киіп аласыз, тазаланып, үйден шыққанда жұмысыңызға шейін дәрет бұзбасаңыз, дәретпен барған күйі аяғыңызға киіп аласыз, болды, сол етікті шешпей, кешке шейін намаз оқи берсеңіз болады, масих тартып. Бірақ айда қағазға қарап намаз оқып үйреніп алдым, өте оңай. Я, бәрекелді, бір ай әдемі екен. Нәпсі мен шайтанның айырмашылығы неде дейді? Оның айырмашылығын өте көп қылып айтылған. Біріншіден, нәпсі адамның өзінің бұзылғандығы. Шайтан ол сырттан әсер, сырттан беруші әсер. Мысалы айтайық, бір күнәға келетін болсақ, егер бір нақты күнәға көңіліңіз тартып, соны басқа күнәға ауыстыруға бола ма деп жүрегіңізге салсаңыз, жоқ, маған тек қана осы күнә керек деп тұрса, онда ол нәпсі. Ал егер бір күнәға тартылып тұр, бірақ мынаны да істей салсам бола ма, мынау да бола ма деп ой салып көрсеңіз, бола береді, анау да мынау да істей берейік десе, онда ол шайтан. Айырмасы біліп алу оңай, бірақ екеуінің де айтқанын істеу дұрыс емес. Ғұсыл алған соң дәрет алу шарт па? Жоқ, ғұсыл алған соң дәрет алу міндет емес. Ташкенттен сізге жалынды сәлем дейді. Уалейкумассалам ва рахматуллахи ва баракатуху. Масихты етікке тартады ма дейді. Әлбетте етікке тарта бересіз масихты. Туысқан хижаб киген еді. Фатуа бөліміне анасы барып сұрап еді, орамал парыз емес, әурет жерді немесе жапса болды депті, осыған не дейсіз дейді. Енді ол кісілер дұрыс емес түсінген шығар. Хижабты орамал деп түсіндіріп берген шығар, енді ол кісілерге әдейі анау кісі шошымасын деп. Жұмыстан намаз оқу жағдайы жоқ, қаза қылып оқимын кешке, таңды оқимын, әскери қызметтегі адамдар не істейді, су болмаса, масих тартып сырттай отырып оқса бола ма? Я, егер су болмаса, таяммум соғасыз. Егер сондай бір сыртта жұмыс істейік, әскери емес, мысалы дейік, далада жүріп жұмыс істейтін, жанымда су табылмайтын кездер болып қалса десе, таяммум соғасыз да намазыңызды оқып ала бересіз. Құрметті жақсылар, уақыт жақындап қалған екен, екі сауалға рұқсат берейік, сонымен дұға қылайық. Жаркенттен жалынды сәлемді. Уалейкумассалам ва рахматуллахи ва баракатуху. Ыстық Жаркентке сәлем болсын. Желілік маркетинг харам дейді, сіз қалай ойлайсыз? Желілік маркетингтің барлығы халал, барлығы харам деуге болмайды. Әйтсе де харамы көп желілік маркетингте, MLM деген маркетингте. Ең оңай түрі, сіздерге түсініктіреу түрі. Егер мен бір адам шақырып, сол адамның мойнына бір нәрсені шақырдым, бір нәрсеге, сол адам енді бір қаражат түсірсе, содан көрген қаражатым маған болады. Оған мен еңбек еттім, оны мен шақырдым, оған мен үйреттім. Бірақ сол адамнан кейін басқа адамды ол кісі шақырса, бірақ мен оны танымасам, шаруам болмаса, оның тапқан, содан келген нәрсе маған харам болады. Осыған ұқсайтын, мен бір шетін ғана айттым, осыған ұқсайтын істер өте көп желілік маркетингтің ішінде. Сол үшін оған қызығу жақсы емес. Желілік маркетингтің бір ғана қулығы бар. Кім бірінші ашылып атқанда бірінші кіріп алады, пайданы сол орады, ең соңынан кірген адам солардың барлығына жем болады. Оны кімнен сұрасаңыз, одан сұраңыз. Есі дұрыс финансист ешқашан желілік маркетингке кірмейді өзі. Өзі ешқашан кірмейді. Ол тек қана сол жеңіл ақшаға қызыққан, алдануға өзін лайықты көрген адамдардың орны деп білемін. Абайлаңыздар ол жерден.
Ірің ақса ораза бұзыла ма, ұстаз, айтыңызшы дейді. Ірің ақса ораза бұзылмайды, дәрет бұзылады. Уалейкумассалам, рахматуллахи баракатуху. Баршаңызға. Оразаға байланыс вебинар қашан басталады? Кеше айтқан едіңіз, айтып өтесіз ба дейді. Біз не істеп отырмыз сонда? Ораза жайлы айтпай. Мәсіге мәсіх тартып жүріп үшін міндетті аяқты дәрет болу керек па? Иә, бірінші аяқты жуылған дәрет күйінде мәсіні кию керек, болды. Содан кейін дәретіңіз бұзылғаннан кейін сіз мәсіх тартып жүре бересіз. Құрметті жақсылар, кешеден бері сұрап отырмыз дейді. Нені сұрап отырсыздар енді? Жазбайсыздар ма? Сіздер көпсіздер, мен өткізіп алып жатырмын. Біреуін оқысам, біреуін оқи алмаймын, тез өтіп кетеді. Сіздің сұрағыңызды енді таба алмай жатырмын, ренжімеңіз енді. Көп адамның сауалдарына жауап бере алмай жатырмын. Құрметті жақсылар, Алла тағала істерімізге береке, барлығымызға күнімізге сәттілік берсін. Ертең тағы да осындай 11 шамасында кездесерміз. Ораза жайлы тағы да қалған әңгімелерді айтамыз, ораза нүктелерді айтып кетерміз. Иншалла, Алла тағала жақсылықта жолықтырғай. Субханакаллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля ант, астағфирука ва атубу илейк.